Батпан құйрық. Қарны ашқан қасқыр тамақ іздеп арсалаңдап келе жатады. Сол кезде оған түлкі жолығады. «Қасеке, жолың болсын, қайда жортып барасың?» деп сұрайды жылмаңдап. «Түкем, қарным ашты, тамақ іздеп барамын». «Қасеке-ай, менің де қарным ашып келе жатыр еді. Өзің кездестің, жолым болады екен, бірге іздейік». «Ал, түке, ендеше баста» дейді қасқыр. Қасқыр мен түлкі жорта жөнеледі. Бір мезгілде төңкеріліп жатқан қойдың тегенедей құйрығына тап болады. Қуанған қасқырдың екі көзі сексеуілдің шоғындай жайнап кетеді. Оп-оңай табыла қалған тамаққа таңырқап, түлкіден сұрайды. «Түке, бұл не қылған батпан құйрық? Тегіннен тегін айдалада жатқан құйрық». Түлкі ойланған болып, қипаңдай жауап қайырады. «Апырым-ай, Қасеке-ай, бір алаңғасар базарға барған шығар, арзан бағаға алған шығар, қанжығасына бос байлап, содан түсіп қалған шығар. Ай түке, сонда да мен осыдан қауіптеніп тұрмын». «Қасеке, сен қауіптеніп қорқатын болсаң, мен ақ жей салайын» деп түлкі құйрыққа ұмтыла бергенде, «Тоқта» деп қасқыр арс ете қалады. Түлкі жалт беріп, құйрығын бұлғаңдатып, шоңқиып отыра кетеді. Ашқарақ қасқыр былқылдақ құйрыққа ауызды салып кеп жібереді. «Қасеке, мені де ескерсейші, ол жаға ортақ емеспіз бе?» деп түлкі өтірік мүләйімсейді. Қасқыр оған ала көзімен ажырая қарап, тісін ақситып, «Былжырама» дейді де қойдың тегенедей құйрығын төрт-ақ асап, толғап жұта салады. Қарны тойып, қарық болған қасқыр аузын кере қарс ашып, ыңыранып, бір керіліп алады да жорта жөнеледі. Іші біліп, мұртынан күліп, қасқырдың соңынан келе жатқан түлкі: «Апыр-ай, Қасеке-ай, әлгі май құйрықтан тым болмаса бір асан дән татырмадыңыз-ау, деп күңкілдейді. «Түке-ау, мұрныңа майдың иісі барғаны да жетпей ме?» деп қомағай көкжал қарқ-қарқ күледі. Біраздан кейін қасқырдың көзі алақтап, тілі салақтап, жанын қоярға жер таппай дөңбекшиді де қалады. «Құйрық жейтін батырмысың? Жан бергелі жатырмысың?» деп түлкі қу сықылықтай кеп күледі. «Емің бар ма, түлкі жанау? Түкешім, аясаң шағаңды» деуге қасқырдың тілі әрең келіпті. У барған ішке су барса, жағдайыңның мүшкіл болатынын білетін түлкі: «Удың емі су болады, Қасеке. Су ішсең жаның қалады, сәтін салса» дейді. Қасқыр бар қалған күшін жинап, суды тілімен жалап алады да ұшып түседі. «Міне саған батпан құйрық, айдалада тегіннен тегін жатқан құйрық» дейді де түлкі өз жөніне кете барады.